Енді мотивация туралы сөйлесейік. Мотивацияның жоғалуы тіл үйренушілердің негізгі мәселелерінің бірі. Әдетте бәрі өте қызықты басталады. Алғашқы күндері жаңа сөздерді жаттау, грамматикалық ережелерді зерттеу және жаттығуларды орындау сізге қуаныш сыйлайды. Бірақ 2 аптадан кейін бұл қызығушылық бәсеңдеп, сіз бұны жалғастырудың қажеті бар ма деп ойлай бастайсыз. Бұл мотивацияның уақытша нәрсе екенін көрсететін нақты мысалы. Мотивация тұрақты болмайды, бірақ оны әдетке айналдыруға болады. Мұның басты тәсілі кішкентай қадамдармен бастау. Өзіңізден көп нәрсе талап етпеңіз. Алғашқыда күніне бар болғаны 10-15 минут тілге уақыт бөліңіз. Бұл сізге шамадан тыс күш салмай алға жылжуға мүмкіндік береді. Жаңа сөздерді жаттаңыз, қысқа мәтіндерді оқыңыз, немесе қарапайым диалогтарды қайталаңыз. Өзіңіздің алға жылжуыңызды бақылап отыру да өте маңызды. Мысалы, аптаның соңында өзіңізге кішкене есеп беріңіз. Мен осы аптада қанша жаңа сөз немесе фраза үйрендім, қанша диалог жаттадым, қанша минут тілге уақыт бөлдім деген сұрақтарға жауап беріңіз. Бұл сізге нақты нәтижені көріп, мен дамып жатырмын деген сенімділік береді. Сенімділік мотивацияның негізгі қозғаушы күші. Тіл үйренуді өзіңізге қызықты етуге тырысыңыз. Сіз сүйікті фильмдеріңізді шет тілінде көре аласыз. Бұл тек тыңдау дағдыларыңызды ғана емес, сөйлеу интонациясын да жақсартады. Немесе шет тіліндегі әндерді тыңдаңыз. Әндердің сөздерін түсінуге тырысып, жаңа сөздерді жаттаңыз. Бұл көңіліңізді көтеріп қана қоймай, білімді жеңіл қабылдауға көмектеседі. Сондай-ақ тіл үйренуді нақты бір мақсатқа негіздеңіз. Мақсатыңыз қандай болса да, сол бағытта жұмыс істеу мотивацияңызды сақтауға көмектеседі. Мысалы, шет елге саяхаттауды жоспарлап жүрсеңіз, сол елдің мәдениеті мен күнделікті өміріне байланысты сөздерді жаттаңыз. Бұл сіздің тілді үйренуге деген ынтаңызды арттырады. Тілді өміріңізбен байланыстырудың тағы бір тиімді тәсілі оны ойынға айналдыру. Мысалы, өзіңізге шағын жоспарлар қойыңыз. Күніне 10 жаңа сөз жаттау, бір апта ішінде бір диалог жаттау, немесе күн сайын шет тілінде бір сөйлем құрастыру. Бұл тәсіл тек мотивацияны сақтап қана қоймай, тіл үйрену процесін қызықты етеді. Бір сәтке өзіңізді алысқа көз жүгіртіп, саяхатшы ретінде елестетіңіз. Әрбір жаңа сөз, әрбір жаңа сөйлем бұл сіздің мақсатыңызға апаратын қадам. Мотивация сізге сол жолды бастауға көмектессе, әдеттер мен тұрақтылық оны аяқтауға мүмкіндік береді. Қандай қиындық болса да, сіз оны жеңе аласыз.